Қазақстан экономикасында 150 миллиард доллардан астам шетел инвестициясы жұмыс істеп тұр. Бұл сан ел экономикасының қалай құрылғанын көрсетеді. Ресми дерек бойынша Қазақстанға тәуелсіздік алғаннан бері 400 миллиард доллардан астам инвестиция тартылған. Қазір соның 150 миллиард доллары жемісті жұмыс істеп тұр деген сөз. Бұдан экономиканың сыртқы инвестицияға қаншалықты сүйенетінін де аңғаруға болады. Енді деректерге қарайық. Біріккен ұлттар ұйымы статистикасы бойынша 2024 жылы Қазақстан экономикасының көлемі шамамен 291 миллиард доллар болған. Ал экономикада жұмыс істеп тұрған шетел инвестициясы 150 миллиард доллардан астам. Қарапайымдап айтқанда, ел экономикасының шамамен жартысына тең капитал шетелден келген. Бұл посткеңестік елдердің ішінде өте жоғары көрсеткіш. Мысалы, Ресейде шетел инвестициясы 216 миллиард доллар шамасында. Бірақ Ресей экономикасы 2 триллион доллардан асады. Сондықтан ол елде шетел капиталының үлесі 10%-ға да жетпейді. Бірақ ең қызығы бұл да емес. Посткеңестік кеңістікте Еуропа одағына сәтті кірген 3 мемлекет бар. Олар Эстония, Латвия және Литва. Эстония экономикасында жұмыс істеп тұрған тікелей шетел инвестициясы жалпы ішкі өнімнің 74%-на тең. Латвияда бұл көрсеткіш 55%-дан асса, Литвада 40% шамасында. Яғни Қазақстанның көрсеткіші осы елдердің деңгейіне жақын. Бірақ бұл елдердің Қазақстан сияқты мұнай мен шикі минералдарға бай емес екенін, экономикасының ауқымы да, халық саны да шағын екенін ұмытпау керек. Ал енді Орталық Азияға қарай. Қазақстаннан басқа 4 елдің экономикасын қосқанда шамамен 215 миллиард доллар шығады. Ал олардың экономикасында жұмыс істеп тұрған шетел инвестициясы 70 миллиард долларға да жетпейді. Қазақстанның жалғыз өзінде ғана 150 миллиард доллардан астам. Яғни аймақтағы шетел капиталының 3/2-сі Қазақстанда шоғырланған деген сөз. Бірақ бұл жағдай бір күнде пайда болған жоқ. 2000 жылы Қазақстан экономикасында бар болғаны 10 миллиард доллар шамасында ғана шетел инвестициясы болды. Ал Түркменстанда шамамен 2 миллиард доллар, Өзбекстанда 1 миллиард долларға таяу шетел инвестициясы жұмыс істеп тұрған. Қырғызстан мен Тәжікстанда бірнеше жүз миллион ғана еді. Осы сәтті старт пен пайдалы қазбаға бай жер қойнауы Қазақстанның кейінгі ахуалына да оң әсер етті. 2010 жылға қарай Қазақстандағы шетел капиталы 60 миллиард доллардан асты. Яғни небәрі 10 жылда бірнеше есе өсті. Содан кейін инвестиция көлемі тағы ұлғайды. 2023 жылы ол 157 миллиард доллар шамасына жетті. Бұл Эстониядан 5 есе, Латвиядан 6-7 есе, Литвадан шамамен 5 есе көп. Ал Орталық Азия елдерімен айырмашылық тіпті үлкен. Қазақстандағы шетел инвестициясы Өзбекстаннан 10 есе, Түркменстаннан 4 есе, Қырғызстан мен Тәжікстаннан 40 еседен астам көп. Тағы бір қызық дерек бар. Қазақстанға шетел капиталы көп келеді, ал Қазақстанның өзі шетелге онша көп инвестиция салмайды. Мысалы, 2000 жылы Қазақстанның сыртқы салған инвестициясы 1 миллиард долларға жетпейтін. 2010 жылы бұл көрсеткіш 5 миллиард долларға жуықтады. Ал қазір шамамен 17-18 миллиард доллар. Салыстыру үшін айтсақ, Ресейдің шетелдегі инвестициясы 370 миллиард доллардан асады. Айырмашылық 20 еседен көп. Соңғы 25 жылда Қазақстан аймақта шетел инвестициясын ең көп тартқан елдердің біріне айналды. Орталық Азиядағы шетел капиталдың басым бөлігі осы елде шоғырланған. Бірақ енді басқа сұрақ туындайды. Қазақстан осы қарқынды алдағы жылдар сақтап қала ала ма, әлде енді өзі аймақта инвестиция салатын елдердің қатарына көтеріле ме? Уақыт өте келе анық болатын мәселе дәл осы.